арада 10 жыл өткен сол азаматтардың бәрі мен бір өлеңім Исакеннің 100 жылдығында оқып, өлең оқып, маған Алматы қаласынан үй сыйлаған 3 бөлмелі. Ау дегені. Өлең. Рух деген өлең, рух. Бәріміздің бабамыз деп кеп отырмыз. Сондықтан мен мынау сіздің ауылдың күллі тойымен жүріп жүрмін. Баянауылда. Құлақ ерін, көңілімнің қамшылама, сәкен десе, ет жүрек жаншылама, қар орманның қайғысын қара киіп, арсыздықтан келеміз, аршып аға, арысым деп, арым деп ел айтады, Сарыарқаның сырнайлы жел айтады, есіл есен, ұраным көл айтады, көп айтады, білмесе нег айтады, ғұмырымды ғасырлар ұзартады, атанына азған жұрт ұзартады, сені қапқан қанденнің күшіктері бүгін бізге көздерін қызартады, күндей көркің көңілге медеу бекем, сыр сандығын сезімнің бебеу етем, сұңқар дейді сәкенді самғайтұғын, сұңқар деген сәкенге тегеу бекен, ақ бозатты құлатқан жала кезде, мағанаңға солар деп бара берді, сәкен деген қалдықтарды көмбейді қара жерге, ақ бұлардың арман бар ұясында, орабаның жардан бар қиясында, маңдайына сымамен алталаштың алты жұма өлеңге сиясында. Тойда кездесейік. Мына біздің Баянауылда жылына 5 той болады. Ең азында 5 той болады. Баянауылдың құрметті азаматы. 5 той болады осы азаматтардың сонда Баянауылдың азаматтары Мәшһүрсіздің тойы болды. Сен де тұрсың қой, керлерді. Баянауылдың азаматтары былай. Мен ол елді жақсы көрем, сөйтіп. Сол бұлар тойда маңдай нәрсе бар екен. Мысалы, 70 киіз үй түсіп жатыр, жаңаршада. Ол жерде тойда 150 киіз үй түге береді. Сен де түрегеп тұрсаң болады. Сонда былай ұлылар сонша көп шыққан, олар елге пайда береді. Қаныштың тойы болады, басқа тойлар болады. Баянауылда бір той болса, мысалы Дихан Әбілевтің тойы болса, анау Аймауыттың ұрпақтары киіз үй түге, Сұлтан Махмұт түге, Қаныш түге, Яяу Мұсар түге,